Ассалаумағалейкум. Енді жарыс Аллаға шүкір ойдағыдай болып, дайындықта бір талай уақыт дайындалдық, 2-3 айдай. Алматыда басқа да сборларға барып, ағаймен бірге оқу жаттығу, тауға барып, жаттығулардың барлығын жасап, ақтық қолмен Ташкент қаласына жеттік. Қарсылас сол кезде барған күні анықталды. Шеребе тарту бойынша. Сол қарсыласым Фарух Арсланов деген қарсылас Өзбекстанның боксшысы болды. Енді рингтің ішінде барлығы басқаша болды. Ондай қорқыныш болған жоқ. Бер жібереді, былай болады деген себебі бүкіл елі, бүкіл адам қарап отқансың, көп адам қарап отқансың. Ондай зат істемейді деп ойладым. Сол үшін барынша барлық раунд ұтып шығу болды мақсат. Көп удар алмай, удар тигізбей, барынша зрительдерге отқанымды айқын көрінетіндей қылып бокстасып шықтық. Енді Аллаға шүкір, Аллахтың қалауымен жеңіске жеттік. Өзімнің ағайыма, осы өзімнің Ташкентке командаға, осы Ержанов боксинг клубына енді рахметімді айтам. Енді барлығымыз бұл менің жеңісім емес, ол бүкіл ағайларымыздың, қасымызда көмектесіп жүрген ағаларымыздың, барлығымыздың ортақ жеңіс. Барлығымыз осы уақытқа дейін осы мақсат қойып, осы күнге армандап дайындалдық. Аллаға шүкір жеттік. Енді арғырата мақсат көп. Аллаға шүкір күннен күнге уже мақсат өсіп келе жатыр. Барлық спортшының арманы, әсіресе боксерлардың арманы ол Америка, шетелде, Америкада, бүкіл әлемде бокстасу. Соған жетеміз деген ойдамыз, мақсат етіп жатыр, жұмыс жасаймыз. Барлықтарына Алла разы болсын, кәдімгідей өзім сезіндім. Телефоннан да, интернеттен де қаншама құттықтаулар, қаншама поддержкілер келіп жатыр. Барлықтарына Алла разы болсын. Әлі талай осымен тоқтамаймыз, талай әлі қуантамыз.